Сәлем достар, Аспаз келін каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет загадка салатын дайындайтын боламыз. Дәмі енді ерекше, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай жұмыртқамызды, мен 3 жұмыртқа пайдаландым. 3 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып, содан соң 1 ас қасық ұн және де 1 ас қасық крахмал салатын боламыз. Барлығын жақсылап қоймалжың масса болғанша араластырып аламыз. Енді табамызға блинчик тәрізді қылып осылай пісіріп алатын боламыз. Астына май жағуды ұмытпаңыздар. Егерде антипригарный болса, онда май құймасаңыз да болады. Осылай барлығын жақсылап пісіріп алатын боламыз. Менде шамамен 6 шықты. Өздеріңіздің табағыңызға көлеміне байланысты 6 дана шықты. Осылай екі жағын қызартып, әдемі қылып пісіріп алатын боламыз. Содан соң қиярымызды осылай салонка тәрізді қылып турап аламыз. Негізі загадка салатында пиязды қуырып та салады ішіне. Мен пияз пайдаланған жоқпын, пиязды ұнатпағандықтан салған жоқпын. Негізі өздеріңіздің қалауларыңызша пайдалансаңыздар болады. Жуаны, яғни пиязымызды майға қуырып саласыздар. Солай жасасаңыздар да болады. Оригинал рецептісінде негізі пияз қосылады. Енді осылай біздің жаңағы пісіріп алған жұмыртқамызды осылай кеспе тәрізді қылып орап турап алатын боламыз. Өте дәмді салат болып шығады. Шынымен де жасап көріңіздер. Содан соң піскен тауық етімізді салатын боламыз. Оның орнына колбаса немесе піскен ет те пайдалансаңыздар болады. Осылай дәміне қарай енді тұзымызды, бұрышымызды саламыз және де майонезімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы 3 ағзаттан мінекей салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үй іштеріңізді қуантыңыздар. Қонақ келген кезде, әсіресе асыққан кезде осы салат өте дәмді, әдемі көрінетін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер